Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Дәл қазір, дәл бүгін өмірін өнерге арнаған өнерпаздардың қазақша күрестен сайысы өтпек. Ендеше бізбен бірге болыңыз. Сіздермен бірге мәдениет айнасы жобасы, қалалық мәдени ағарту бірлестігі және қалалық мәдениет бөлімі, Орал қалалық спорт бөлімі бірлесіп осындай өткізіп жатқан үлкен сайыс. Дәл қазір менің артымда өздеріңіз көріп тұрсыздар. Өнер барысының арнайы жасалған, яғни белдіктер тұр. Бұл белдіктер 6 аталым бойынша жеңімпаздарға арнайы жасалды, және де бас жүлде алған командаға, яғни сертификат 300 мың теңге, екінші орынға 200 мың теңге, үшінші орынға 100 мың теңге. Ендеше, құрметті достар, бізбен бірге болыңыздар. Құрметті достар, өздеріңіз көріп отырғандай, және мына өңіріміздің аудандардан келген өнерпаздардың командасы дәл қазір қат-қатар осы жерде тұр. Қазір бірінші болып Ақжайық ауданы, содан кейін Бөрлі ауданы, Казталов ауданы, Сырым ауданы, Тасқала ауданы және Орал қаласының командалары. Дәл қазір бірінші болып боз кілемге Ақжайық ауданының өнерпаздары шығатын болады. Жалпы, қалдарыңыз қалай, жігіттер? Нешінші орын аламын деп ойлайсыздар бүгін? Міне, көрдіңіздер ғой, Ақжайық ауданы әркез Ақжайық ауданы қандай сайысқа келмесін, бірінші орын аламыз деп келеді. Бұйырсын сіздерге, бірінші орын. Іске сәт. Бүгін өнер барысынан, яғни қазақша күрестен осындай сайыстың бас ұйымдастырушыларының бірі Орал қалалық спорт бөлімі Артур Шерғалиев мырза. Артур мырза, мына сайыс барысында жалпы ұйымдастырушылар тарапынан да, халықтан да естіп жатырмыз. Сіздің бөлім, соның ішінде спорт бөлімі, жеке өзіңіз тарапыңыздан демеушілер іздеп, осыншама сайысты бір үлкен деңгейге жеткізгеніңіз жөнінде. Жалпы сайыс қалай болды, қандай осы идеялар қашан пайда болды, не мақсат көздейді, осы жөнінде бір айтып өтсеңіз? Бізде жаңағыдай республикалық проект бар, өнер барысы деген, биыл Шымкент қаласында өтті. Осы 21 жылы соған қарап біздер екінші облыстық турнирімізді өткізуге тұр. Осыған біздер деген жарысымызға Батыс Қазақстан облысының самбо федерациясының вице-президенті бар, Саламат Сертеков деген сол бауырымыз бізге 600 мың теңге осы жігіттерге өнер барыстарына солай жүлделі қоры қойып, сол өздері демеуші болып жатыр. Және де облыстық жастар ресурсы бізге осы бірінші орын алғанға 6 белділік қалып жатыр, жаңағы естелік болсын деп. Енді жаңағы қарап өзіміздің қазақ деген аты бар, қазақ деген қазақ күресі, өзіміздің ұлттық спортымызды дамыту мақсатында, сол спорт кенен дамыту мақсатында және өнер саласындағы өзіміздің бауырларымыз арасында осылай қазақ күрестен осындай өнер барысы атты облыстық турниріміз өткізіп жатыр. Жалпы бұл енді атауда өнер барысы ғой. Егер осы өнер барысынан жеңімпаз болған команда немесе адамдар, республикалық деңгейдегі өнер барысына қатыса ала ма? Оның деген өздерінің критериялары бар өнер барысына республикалық деңгейде, бірақ біз ұсыныс федерацияға жақсы көзге түскен жақсы спортшыларды, жақсы өнерлі адамдарды ұсыныс жібереміз федерацияға. Рахмет, істеріңізге сәттілік тілейміз. Ассалаумағалейкум, арда қазақ. Армысыздар, құрметті көрермен. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына және Қазақстан Республикасының Конституция күніне арналған мәдениет қызметкерлері арасындағы қазақ күресінен өнер барысы 2021 атты қалалық жарысқа қош келдіңіздер. Аталмыш дүбірлі дода Батыс Қазақстан облысының қазақ күресі ассоциациясы, Батыс Қазақстан облысы жастар саясаты мәселелері басқармасы және Орал қаласы әкімдігінің қолдауымен қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімі, қалалық мәдени және тілдерді дамыту бөлімі, мәдени ағарту бірлестігінің ұйымдастыруымен өткелі отыр ағайын. Дәл осындай айтулы додаға қалалық мәдениет қызметкерлерімен қатар аудандық мәдени демалыс орталықтарынан да қатысып отыр ағайын. Қошеметтеріңіз, балуандар келеді ағайын ортаға. Бәйтерек аудан балуандар ағайын. Бәйтерек ауданының өнерпаздары дәл қазір міне 6 салмақ бойынша көк бөрінің намысын арқалап келген Бөрлі ауданына қошеметтеріңіз ағайын. Бөрлінің балуандары. Жаңақала аудан ағайын. Төрімізде Жаңақаладан
келді. Міне ағайын, өнердің балуандары келеді. Казталов ауданы. Жергілікті қалалық балуандар, Орал қаласы. Сырым ауданының балуандары. Сырым ауданы. Қайда сылымдықтар? Қолжау қошемет білдірек, Тасқала ауданы тойымызды. Шыңдай биік жігіттер, Шыңғырлау ауданының палуандарына қошеметтеріңіз ағайын. Шыңғырлау ауданы. Төрімізде 10-шы команда Батыс Қазақстан облыстық мәдениет басқармасы командасы. Құрметті достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, аудандық өнерпаздармен қатар бұл жерде Батыс Қазақстан облысының мәдениет басқармасының құрама командасы шыққан болатын. Бұл жерде Айбек Тұрарбеков, филармония әншісі, Ғарифолла Құрманғалиев атындағы Әділ Ахметов, ақын, жас ақындарымыз, біздің облысқа танылып келе жатқан Талғат бауырымыз, Назерке халық би ансамблінің әртісі Абылайхан Мақсұтов бауырымыз, Қадыр орталығының, яғни марқасқа жүйрік ақындар деп айтуға болады, Ақылбек Кәкимов. Міне көріңіздер, ақындар, біздің нағыз ақындар, яғни Батыс Қазақстан облысының мәдениет басқармасы, соның ішінде жаңағыдай Қадыр орталығы мен филармонияның бірлескен командасы. Батыс Қазақстан облысының мәдениет басқармасы. Жалпы сіздерге сәттілік тілеймін. Мына енді бір бүгін Батыс Қазақстан облысының мәдениет басқармасын бір ұятқа қалдырмай орын аламыз деген ойдасыздар ма? Бұйырғаны Алла қаласа, кілем көрсет бәрі. Әрине бұйырғаны болады. Бірақ енді ең жарыстың мақсаты бізге қарап келер жас ұрпақ осы спортқа, мәдениетке деген құрметтері болса, қызығушылығы болса, жақсы ғой деп ойлаймыз. Ал жігіттер, жарайды, сіздерге сәттілік. Себебі бұл мәдениет айнасы жобасы, яғни осындай барлық мәдениеттің жаңалықтарын жеткізуші арна болып табылады. Сондықтан сіздердің жаңағы тақымдарыңызды қысып, Батыс Қазақстан облысы мәдениеттің барлық өнерпаздары қарап отыр. Сәттілік! Құрметті өнерсүйер ағайын, осыдан 4 ай бұрын мәдениет айнасы жобасында қалалық мәдени ағарту бірлестігінің ұйымдастырған тур слетын көрген боласыздар. Үлкен бір деңгейде сондай бір ұйымдастырылған болатын, оны өзіміздің арнамыздан көрдіңіздер. Енді дәл бүгінде осындай өнер барысы деген осындай жобаны Орал қалалық спорт бөлімімен бірлесіп, мәдени ағарту бірлестігі ұйымдастырып, қалалық мәдениет бөлімінің қолдауымен осындай үлкен шара өтіп жатыр. Енді осы шарада көбінесе ұйымдастырушы болып жүретін едіңіз. Осындай шараларда бүгін енді өзіңіз жарысқа қатысушы, жалпы бұрын өзіңіз айналысып көріп едіңіз осындай қазақша күреспен? Рахмет, Олжас. Енді жалпы оқушы кезімізде айналыстым. 7-ші сыныптан бастап мектеп бітіргенше. Содан кейін енді студент болдық, өмір жолы. Мен жаңағы еңбекке араластық, сол себептен қалып қойды.
осыдан 2019 жылы енді Сырым елінде мәдениет саласында қызмет жасағанда қатысқан болатын өнер барысына. Енді осы жолы өзіміз ұйымдастырғасын, басқасында бірге жүрейік деп өзіміз бастап, аудандардағы әріптестерімізге, облыстағы әріптестерімізге кішкене демеу болайық. Енді ұйымдастырған жерде ұйымдастырып қана отырмай, өзіміз бастап бірге жүрсек, біздің әріптес сыйластығымыз одан әрі арта түседі. Сондықтан да өзіміз бастап осы 90 кг салмақта Орал қаласы командасын бастап шығып жатқан жайым бар. 90 кг салмақта. Жалпы көп дайындалдыңыз ба? Дайындығым мүлде жоқ, өтірік айтпай ақ қояйын. Себебі мен сізге таңертең хабарласқан, сіз деген бір шарамен жүрмін деп әбетке дейін шара, кешке дейін шара. Енді осы уақыттың ішінде мен ойлаймын, Серік мырза, кезіндегі мектеп кезіндегі бір приемдарыңызды еске алып, енді күрес десе, жылқы десе, жалпы қазақтың делебесі қозады ғой, өз басым отыра алмаймын. Сол себептен нар тәуекел, қолдасақ нардан қолаймыз деген сияқты. Жалпы әріптестеріңізге бір не тілейсіз? Барлық әріптестеріме сәттілік тілеймін. Ең біріншіден осы Орал қаласы әкімінің қолдауымен спорт басқармасы бар, мәдениет басқармасы, мәдениеттілерді дамыту бөлімі, Орал қалалық спорт бөлімі бастап қолдап, осыны ұйымдастырайық дегенде қолдап, қолпаштап, арнайы спорт бөліміне алғыс айту болады. Арнайы осыған демеушілік өзі іздеп Артур Мұратұлы Шерғалиев ағамыз үлкен қолдау көрсетіп жатыр. Сондықтан да барлық осында ұйымдастырғанда барлық әріптестер қолдап келіп жатқандарына мыңдап рахмет. Бұл әріптестік сыйластықты жоғары деңгейде көрсетеді деп ойлаймын. Әрине, сәттілік тілеймін сіздерге. Сәттілік тілеймін. Енді Орал қаласының командасы, жалпы көрдіңіз ғой, халықты осы жерде толып отырған. Кілең қалалықтар. Сіздерге енді бір қысым өте ауыр. Үлкен абырой, мысы басады. Соңға сәттілік тілеймін. Рахмет. Жақсы. Жоқ, басыңды кел, солай. Өзіне қарап жүріңіз. Енді құрметті Серік мырза, дәл өзіңіз сайыс басында айтқандай, намысты қолдан жібермейміз дедіңіз. Міне, күллі Орал халқының алдында намысты жіберген жоқсыздар. 5-0 есебімен, 5-1 есебімен Орал қаласының өнерпаздары, капитан болдыңыз. Бас жүлде. Сәттілік тілеймін сізге. Рахмет, халқымызға рахмет. Қазақтың күресі өнер жасай берсін. Құрметті достар, осыменен 5 сағатқа ұласқан өнер барысы 2021 қазақша күрестен осынау өнерпаздардың сайысы аяқталды. Бас жүлдені Орал қаласының өнерпаздары иеленсе, 2-ші орынды Жаңақала өнерпаздары, 3-ші орынды Казталов ауданының өнерпаздары иеленді. Жеңісті күндерде жолыққанша келесі кездескенше достар.